жаңағы АФК бар, ЛФК бар, сенсорлық сабақтары бар, сенсорлық моториканы дамытатын ұсақ моторика деген секілді. Жаңа логопед бар, дефектолог бар, психолог бар, иә. Соның бірінші қайсынан барып жұмыс істерін білмейді да, қазір ата-аналарға дұрыс бағдар жоқ. Мысалы, біз өзімнің басымнан өткен нәрсем, пәленбай мың төлеп баланы 8 ай логопедке тасыдық та, балада какой-то время әріптерді А, О, И деп айтып келе жатады, бір уақытта откат кетеді. Яғни 8 ай құйған ақшаң суға ағызып жіберген сияқты да. Және ол откаттан бұрын ең бірінші біздің балада түсінік болмаған да. Сол түсінікті қалыптастырмай тұрып, біз сабаққа таси бергенбіз да. Ойлаңыздар, 8 ай. Оны күнде барып келетін такси бар, 8 ай төленетін айма-ай несі бар, ақшасы бар. Сол 8 айдан қалған біздегі жалғыз нәтиже ол памперсін шешкені болды. Содан кейін бізде Шымкентте ойбай мынандай бір мықты кісі шығып жатыр дейді, Инстаграмын кірсең керемет, барды жоқ қылады, жоқты бар қылады, ойбай керемет екен. Барып кейбір кісілер тіпті мені қабылдаған жоқ. Ақшасын төлейм деп тұрым, приемна жазылып тұрым, жоқ қабылдамайды, неге екен. Өйткені менің қабылдаудан кейінгі нәтиже болса, оны, нәтиже болмаса, оны әлеуметтік желіде айтатынымды білет. Сіздер ойлайтын шығарсыздар, блогерлерге барлық есік ашық деп. Жоқ, керісінше блогерлерден қасатындар бар. Ойбай, Қызылордада мынандай кісі шығып жатыр екен деп барамыз. Бір уақытта біз Қарағандыда бір массаж жасайтын ата бар екен деген кезде барған кезде, баланың қуық безі шошынған деп массаж жасады. Содан кейін бұтына мүлде семейтін болды. Одан кейін біз білесіздер, Шымкентке көшіп барып, кәдімгі 1 жылдай уақыт арасын енді үзіп алдық. Отбасылық мәселелерімізге байланысты. Рома Алматыда 2 баламен қалып, мен ішімдегі баламен Каймен Шымкентке көшіп, одан кейін екі жақта жүргеніміз жарамас деп Шымкентке көшіп бардық. Бірақ жұмыстың бәрі Алматыда болып, қайттан Алматыға келдік, екі ортада жүрдік. Осының барлығы бір еріккеннен емес, уақытымызды өткізе алмай жүргеннен емес, сол бір бала үшін да әйтеуір бір нәтиже болып қала ма деп. Ол жақта да бір массаж жеткісіге бардық, қосымша сабақтарға бардық. Жаңағындай бұл жерде мына жерге барсаң бір керемет нәтиже болып балаң сөйлеп кетеді деген жоқ. Әйтеуір еңбегің бір күні ақталатынына сенесің да, жаңағындай 8 айда бір памперсті шешесің, артына массаж жасатасың, 1 жылда Шымкентке барып, жаңағындай сана үйренеді, әріп тани бастайды, түсінік қалыптасып бастайды. Біз енді Аллаға шүкір өз үйіміздеміз ғой, дегенмен де айналаңа қарасаң көп жас отбасылар пәтерде. Бұл бұрындары бала кезімізде өздеріңіз ойлаңыздар, ауылда бір тілі кеш шыққан бала, сөйлемейтін бала деген нәрсе болды ма? Мүлде болған жоқ. Ол кейіннен пайдалы бола бастады. Осы 2018, 17, 19 жылғы содан бері қарай туылған балалардың арасында көп болды деп ойлаймын. Және де қарасаң, сол отбасылардың айма-ай төлейтін пәтер ақысы енді бір баланың ғана бетіне қарап отыратындай емес, басқа балалар жапырақ байлап жүріп, ауамен қарын тойғызбайды. Ол басқа балалардың да жеп ішімі бар, комуслуга, азық-түлік деген сияқты, иә. Бір отбасыға үлкен салмақ кәдімгідей. Мен бір естімедім, көрмедім, осы аутизм балаларға арналған тегін логопедтік сабақтар, я болмаса сол балалардың дамуына тегін кеңестер деген сияқты. Мен жаңағы барып жатқан кісілерімізді неге атын атап түсін деп айтпай жатырмын. Себебі біз әлі 100% нәтиже шығарған жоқпыз. Және де біз қазір ем алып жатырмыз ғой. Ол ем оң нәтижесін бере ма, жоқ әлде теріс нәтиже бере ма, әлде ешқандай өзгеріс болмайды ма? Оны бізге ешкім гарантия бере алмайды да. Сондықтан да өзің түскен орға артыңдағылар түсіргін келмейді ғой. Қазір мен бір жерді жарнамалап айтсам, сіздер бәріңіз сол жерге барасыздар. Дәл осындай ұсыныстар маған өте көп келеді. Біз Астана қаласында орналасқанбыз, біз Алматы қаласында орналасқанбыз, осындай аутизм балалармен жұмыс жасаймыз, осындай мықты мамандарымыз бар дейді. Енді ешкім, бұл да енді кәсіптің түрі болғаннан кейін, пайдалы кәсіп болса нұр үстіне нұр, бұған да жарнама керек та. Бірақ мен өзім барып көрмей, пайдасын көрмей тұрып, көз жеткізбей тұрып, ата-аналарға айтарым,
шаршамаңыздар, талмаңыздар. Адам адамға себепкер. Әйтеуір біреудің емі сізге қонып, біреудің емі сізге шипа болып, балапаныңыз қатарға қосылатынына іштей сеніп, оны жүрекпен қабылдаңыздар. Бұл жерде кінәліні табуға асықпаймыз. Ана да кінәлі емес, әке де кінәлі емес бұл жерде. Одан кейін бала да кінәлі емес. Тек қана жақсы күнге үміттеніңіздер, және де анау айтты екен, мынау айтты екен, ананың баласы осыдан дұрыс болыпты деп шапаттай бермеңіздер. Медицинаға келетін кезде көздеріңізді ашып, оқып, қазір бәрі интернетте тұр. Содан кейін ғана қадам басыңыздар. Ал ойбай наның баласын ішекпен қылқындырғанда сөйлеп кетті деп, ішекпен баланы қылқындырып травма жасап жүрмеңіздер. Оның да қазақы емнің де көмектесер жері бар, көмектеспейтін жері бар. Оған да көздеріңізді ашыңыздар.